Дүниеде ең қиыны жалғыздық, ең жаманы жақыныңнан мәңгілікке айырылу, ең ащысы ешкімге білдіртпей іштей тынып жылау. Ал ең ауыры осының бәрін жасыру үшін жалған күліп жүру. Мінезсіз адам болмайды, қисықсыз қадам болмайды. Бұл жалғанда үш дауасыз нәрсе бар. Бірі кәрілік, бірі ажал, бірі мінез. Осы дауасыздарға төзімді бола біл. Өлшеп берген өмірді сүруден ер шаршама. Құлазыған көңілден көзіңнен жас тамсада. Күліп қара өмірге, күлімдеуден шаршама. Күліп өмір сүре бер, аяғынан шалса да. Бармын дегенге баршылық, тармын дегенге таршылық, жоқпын дегенге жоқшылық, тоқпын дегенге тоқшылық келеді. Адамның сөзі қандай болса, өзі сондай. Көңілі қандай болса, өмірі сондай. Құдай дүниені жылағанға емес, еңбектеніп қиындыққа шыдағанға береді. Бақ үміт ағашынан құлағанға емес, жоқтан барды құрағанға келеді. Үш түрлі адамнан аулақ болыңыз. Қателікті қолдайтындай, дәрежедегі наданнан, ақиқатты көрмейтін көрсоқырдан, жасаған жақсылықты жоққа шығарушы шүкірсізден. Мықты адам бетке айтады, момын адам үндемей қоя салады. Ең жаманы іші тар көре алмайтын адамдар арқадан пышақ ұрады. Өтірік пен өсек озып, шындық өлген заман. Саған суық су шашса, сен сол суды қайнатып, кесесіне құйып бер. Не тілі күйсін, не іші күйсін. Өткенге қарасаң көз талады екен, жастығың үнсіз артта қалады екен. Көңілің жас болғанмен жүзің кәрі, уақыт өз өрнегін салады екен. Мен жаман болсам, алыстау жүр, зияным тиіп кетпесін, сендей жақсы адамға. Адамдар сен туралы былағып сөйлеп жүрсе, Аллаға шүкір ет. Не себепті шүкір етесің? Өйткені Алла сені олармен емес, оларды сенімен шұғылдандырып қойғаны үшін. Әйел сынады, әйел жылайды, әйел құлайды, бірақ қайта тұрады. Өйткені балаларына анасындай қамқор ешкім болмайды. Ананы баламен сынамасын. Өзіңді кемсітуге, қорлауға жол берме. Сенің дәрежеңді түсіретін, кішірейтіп жіберетін байланысты үз. Қателікті бәрі жасайды. Кешірім сұрауда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ біреуге салмақты боп көрінуден бұрын өз-өзіңе салмақты екеніңді көрсете біл. Алдымен сіз күндердің қаншалықты тез өтетіне таң қаласыз. Содан кейін бұл күндер емес, өмір екенін түсінесіз. Саналы адам сағыңды сындырмас, санасыз адам жаныңды тындырмас. Адамдарды кешіре біл. Кешір де олармен қоштасуды үйрен. Бүгін сені
елемейтін адамдарға ертең сен ғана керек болады екенсің. Өмір деген солай. Сеніміңе өте сақ бол, өйткені біздің ең көп сенетін адамдар ғана бізге опасыздық жасайды. Өз аузын жаба білу талант, басқалардың құпиясын жасыра білу өнер. Кейде сенің артыңнан кім ілесетінен көру үшін алға шығуың керек. Кейде сені кім тыңдайтынын байқау үшін дауысыңды бәсеңдетіп сөйлеуің керек. Кейде бәрі астан-кестен болып жатқанда сенімен кімнің қалатынын білу үшін қате шешім қабылдауың керек. Жүрегіңнен керексіз жандарды шығарып тастасаң, іс жүзінде сені қадірлейтін адамдарға орын қалады. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп. Жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Қабақ түймей күліп қана жүргейсің, қиындыққа қарсыласып күлгейсің. Барлығына бәрі жақсы деп қарап, батыл адам күлімдейді білгейсің. Ең қиын сәттерде жалғыз қалып шыдадым, сондықтан менің өмірімде кімнің кетіп, кімнің қалғаны маңызды емес. Жағымпаздандық бұл заманда басты өнер. Шындық оған бола алмай жүр тас кемер. Қазіргі бақ қайсар рухты ерді емес, арын сатқан жағымпазды ескерер. Адамға дүние де байлық та керек емес, адамға адам керек. Қиын күнде тастап кетпей қолдап тұратын, ызғарын емес, мейірімін төгіп тұрған адамға адам керек.